Сәлем достар, бүгін біз сіздермен рулет жасаймыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен 4 жұмыртқаны жарып аламыз. Үстіне қант қосып, жақсылап араластырамыз. Енді ұнымызға қопсытқыш қосып араластырып, шетінен қосып, жақсылап миксерлейміз. Араластырып болғаннан кейін үстіне күнбағыс майын құйып, тағы да бірле жақсылап араластырамыз. Енді духовканың астындағы противенге пергамент қағазын немесе осындай тефлон қағазын салып, асты жабысып қалмас үшін үстіне жаңағы дайын болған рулетіміздің қамырын құямыз. Шет-шетінің бәріне осылай жағып, төрт бұрыш қып жағып шығасыздар. Енді духовкада 180 градуста 20-25 минут пісіреміз. Міне духовкадан пісіп шықты. Ағаш таяқшасымен тексеріп аласыздар. Енді осылай орамалға аударып, осылай жылы күйінде домалақтап суығанша қойып қоясыздар. Міне рулетіміз суыды. Енді ортасына вареная сгущенканы құйып, шетінің барлығына жағып шығасыздар. Үстіне қант ұнтағын септім. Міне біздің рулетіміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер.